Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен ақ шелпек дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге жет нан. Ол үшін бізге ас содасы, тұз, су, сүт және де ұн қажет болады. Осы ыдысқа қазір илейтін боламыз. Біріншіден суымызды құямыз. Сүтімізді толықтай құйып аламыз. Ас содамызды және тұзымызды салып, барлығын араластырып аламыз. Нанымызды осылай 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Нанымыз тынғанша сіздер каналыма жазылып, егерде жазылмаған болсаңыздар, жазылып қойыңыздар және қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Сол кезде әрбір шыққан видеоларды ең бірінші көретін боласыздар. Нанымызды осылай жайып аламыз. Енді ыстық майға қазір оны пісіретін боламыз. Қалыңдығы осындай. Менде шамамен 15 штук шықты. Енді өзіңіздің табаңызға қарап бөлетін боласыздар. Шелпектеріміз осылай әдемі және дәмді болып шықты. Жұмаларыңыз мүбәрак болсын. Дайындап көріңіздер осы рецептпен.